Жалғас, сен қашан әйеліңмен ажырасасың? Деп сұрады Кәмшат. Кәмшат ұзын бойлы, ақ құба, белі қылдай, еріндері шиедей, көздері ботадай болатын. Шаштары өте қатты ұзын болмаса да, шаш үлгісі өзіне қатты жарасатын. Тіпті осылай ренжіп, ашуланып сөйлесе де өте әдемі көрінетін еді. Қымбат журналдардың сыртындағы қыздарға ұқсайтын. Жалғас, мен сенімен сөйлесіп отырмын. Деп Кәмшат ашуланды. Жаным Кәмшат, неге сен бұлайша өмірімізді қиындатасың? Деп Жалғас көңілдесін жұбатпақшы болды. Ажырасу процесі оңай нәрсе емес қой, қаншама қағаз бастылық, соттан сотқа жүгіру, қорғаушының ақысы. Мүлікті бөлу керек болады. Сонымен қатар, мен менің шалбарымды түктеп, ошақтың қасында ас дайындағаныңды қаламаймын. Қазір асқа тапсырыс беріп алдыртуға болады, ал киімді жуып, үтіктеп беретінде жерлер бар. Мен оған бола қиналмаймын. Мен сені ана әйелмен бөліскім келмейді, түсінесің ба? Деп Кәмшат Жалғасты құшақтады. Бұндай әңгіме бірнеше рет қайталанып тұр еді. Бұл бірінші рет емес. Бірақ әр кезде ешқандай нәтиже шықпайтын. Жалғас Гүліммен 18 жыл некеде. Ол Гүлімді ең алғашқы рет досының тойында көрген болатын. Гүлімнің бойынан болашақ жарына деген барлық талапты. Ибалы әдепті, сонымен қатар әдемілігі де көз тартар болатын. Гүлім бала бақшада тәрбиеші болып қызмет атқаратын. Осылайша әңгімелері жарасып, үйленіп те үлгерді. Бір ұлдары бар, биыл мектепті бітіреді. Осылайша жүргенде қалай 10 жыл өте шыққанын білмей қалды. 10 жылдық мерей тойын тойлаған кезде ғана таң қалды. Жалғас жарнамалық компанияда жұмыс жасайтын. Үйленген жылдары қарапайым қатардағы қызметкер болса, қазір білдей бөлім басшысы. Ал Гүлім болса, әлі сол баяғы бала бақшасында тәрбиеші. Гүлімде ештеңе өзгермеді. Жұмысы да, шаш үлгісі де, киім үлгісі де. Жалғас ардан аттамай, барынша басқа елдерге көңіл бөлмеуге тырысты. Бірақ ақыры бір күні әлсіздік танытып, бір түнді қыздармен кездесе бастады. Осылайша бір күні Кәмшатты кездестірді. Екеуі автотұрақта кездесіп қалады. Жалғас күнде бір жерге көлігін қоятын, сол күні әдеттегі уақыты келсе, орнына Кәмшат көлігін қойыпты. Содан Жалғас Кәмшатпен сөзге келіп қалады. Ақыры Жалғас қыздан жеңіліп кешірім сұрап, сонымен қатар танысып та үлгереді. Кешірім сұрай отыра, айыбын жуу мақсатында Кәмшатты жақын арадағы дәмханаға шақырады. Екеуі дәмханаға барып, шай ішіп біраз әңгіме дүкен құрады. Жалғас Кәмшаттың кішкентай бояулар сататын дүкеннің иесі екенін сол кезде біледі. Кәмшат әдемі, оқыған, заман ағымында ойлай білетін, сымбатты болып көрінді. Осылайша екеуінің таныстығы кездесулерге ұласты. Басында жай дәмханаларда кездесті, содан соң кино, музей, арты шел елге бірге саяхаттауға дейін барды. Содан кейін Жалғас Кәмшаттың үйінде қонып қалатынды да шығарды. Кәмшат Жалғастан тәуелсіз болатын. Ешқандай көмек сұрамайтын. Өзі баратын жеріне өзі баратын, алғысы келген затты да өзі еш қиналмастан сатып алатын. Үйіне тазалаушыларды да шақырып алатын. Жалғасқа оның тәуелсіздігі ұнамайтын. Ал әйелі Гүлім ұсақ-түйек көмектерді көп сұрайтын. Бірақ Гүлімнің көмек сұрағаны Жалғасты ашуландыратын. Ол Кәмшаттың көмек сұрағанын қалады. Алайда уақыт өте келе, Кәмшатқа Жалғастың екі жақты өмір сүретіндігі жалықтыра бастады. Кәмшат Жалғаспен толық отбасын құрғысы келді. Заңды әйелі болуды жоспарлады. Бірақ Жалғас ажырасқысы келмеді. Жалғасқа осы өмірі ұнады және қолайлы болып көрінді. Гүлім үйдің берекесін, баланың жағдайын, Жалғастың тұрмыстық жағдайын жасаса, Кәмшат оның көңілін көтеріп, шаршағанын басып, қуаныш сыйлайтын. Бұл екеуінде Жалғас жоғалтқысы келмеді. Бір күні Кәмшат жұмыс жағынан келе жатқанда, оған ағасы хабарласты. Қалайсың? Сенен бір көмек керек болып тұр еді. Жеңгең де менде жұмыстан босамай жатыр едік, ініңді бүгін бала бақшадан ала аласың ба? Деді. Кәмшат өзінің ағасының баласын қатты жақсы көретін. Сол себепті бірден келісті. Бір кезде ағасынан хабарлама келді. Хабарламада бала бақшаның мекенжайы жазылған еді. Кәмшат бірден бала бақшаға қарай беттеді. Бала бақшаға бірінші рет келгендіктен, кірер есігін таба алмай, шатасып ұзақ жүріп қалды.
Әрең деген тауып барса, інісі жалғыз өзі қалыпты. Кешіккен үшін кешірім сұрайын деп тәрбиешіге қараған сәтте Кәмшат тілін жұтып қоя жаздады. Себеп алдында Жалғастың әйелі Гүлім тұрған еді. Кәмшат жеке кәсіпкерліктің дағдыларынан сабақ алғаны бар, қанша қобылжыса да түр бермеді. Өзінің баланы алып кетуге келгенін айтты. Інісі де тәтесін көріп тұра жүгірді. Баланы киіндіріп тұрған кезде Гүлім келіп, Кәмшат, мен сіздің кім екеніңізді жақсы білемін. Сөйлессек деп едім деді. Кәмшат өзін не күтіп тұрғанын білсе де, салқын қандық танытып, жақсы мен автотұрақта боламын. Сол жерде күтемін сізді деді. Содан Кәмшат інісін алып автотұраққа беттеді. Інісін көлікке отырғызып, ұнайтын мультфильмін қосып берді. Өзі де алдыға келіп отырған сол еді, қарама қарсы келе жатқан Гүлімді көрді. Гүлім Кәмшаттың көлігіне қарай тіке беттеп келеді. Бұны көрген Кәмшат, мына әйелге көлігімнің түсін, маркасын, нөмірін айтпасанда, тіп-тіке маған қарай келе жатыр. Соған қарағанда Жалғастың әйелі мен туралы көп білетін сияқты деп ойлады. Гүлім жағындағанда Кәмшат көліктен түсті. Баладан көліктен алыстау жерде күтіп алды. Сөз кезегін Гүлім алды. Кәмшат, мен сіздің менің күйеуім, Жалғастың көңілдестерінің бірі екеніңізді жақсы білем деді. Гүлім, сіз мұны мақтану үшін айтып тұрмаған шығарсыз. Деп Кәмшатта қалыспады. Білетініңіз жақсы бір жағынан, Жалғаста ажырасқалы жүр еді сізбен деп Кәмшат қойып қалды. Кәмшат, сіз мені дұрыс түсінбедіңіз. Мен бұл жерге айқай-шу шығарып, сізге ар-намыс туралы айтуға келмедім. Жалғас толықтай сіздікі болады. Тіпті керек десеңіз, заңды күйеу етіңіз. Тек 3 ай күте тұрыңыз. Өзім ақ бұл істі бір жақты қыламын деді Гүлім. Кәмшат мұндай салқын қандыққа дайын емес еді. Тіпті 3 ұйықтаса түсіне кірмеген сөздері Гүлімнен естіп таң қалып қалды. 3 ай Кәмшатқа дым емес еді, себебі олардың көңіл жарастырып жүргеніне 2 жылдай болып қалған болатын. Кәмшат сенер-сенбесін білмей, жақсы деді. Гүлім бұрылып өз көлігіне қарай кетті. Гүлім Жалғасты жолықтырған кезінде тым жас болатын. Дос қызының тойында танысқан болатын. Содан оған Жалғас арқа сүйеуге болатындай мықты азамат болып көрінді. Содан тұрмысқа шығуға да келіскен еді. Алайда жыл өткен сайын аралары суып кетті. Жалғасқа толық сенімді болмағандықтан Гүлімде 2-ші, 3-ші балалы болғысы келмеді. Жалғас басында жұмыстан жай қайтатынды шығарды. Жұмыс көп деп ақталды. Содан сенбі, жексенбі, мерекелік күндері де жұмысқа барамын деп кетіп қалуды да қосты. Бір күні Гүлім көлігінен мүшеқап тауып алды. Алайда Жалғас көлікті күні бұрын бір досына бергенін айтып, содан қалып қойған деп жуып шайды. Бірақ сол күні Гүлім өзінің Жалғасқа суып кеткенін байқады. Қатты ренжігені соншалық тіпті ұрыста шығармады. Айқайламалы да. Тек үйіне келіп ажырасқысы келетінін анасына айтты. Алайда анасы Гүлімді қолдамады. Ат айналып қазығын табар дегендей қаңғып қайтып келеді саған деп жұбатты анасы. Алайда Гүлім әрекетсіз отыра алмады. Анасының құшақ жая қарсы алмайтынын түсініп, Гүлім баспананың жағдайын ойлады. Бір күні оның есіне өзінің қыз кезінде алған саяжайы есіне түсті. Саяжайды Гүлім анасымен бірге тұрып жатқан кезде сатып алған болатын. Алған жылы ғана жаз бойы көкөністер алып, күзде жинап қызығын көрді де, келер жылдары ат басын бұрмады. Осылайша ол қаңырап бос тұрды. Саяжайдың күзетшісі ғана күтіп жасап тұратын. Бойдақ кезінде алынған жылжымайтын мүлік болғандықтан, Жалғастың келісімінсіз саяжайды сатып жіберді де, бастапқы жарына ретінде жаңа үйге салды. Үйдің кілтін 3 айдан соң беретін болды. Бір жақсы жері бұл үйдің жөндеуі толық жасалған болады. Сол себепті Гүлімге қосымға уақыттың қажеті жоқ болатын. Тек 3 ай ғана шыдаса болды. Кәмшат Гүлімнің өз аузынан 3 айдан соң Жалғасты тастайтынын естігендіктен Жалғастың миын жеуді доғарды. Бақыттан бас айналып, Жалғас екеуі Гүлімнің жоспарын тіпті байқағанда жоқ. Ал Гүлім болса, Жалғастың үйге қонбайтынына да ештеңе демейтін болды. Ұлдары Абай бәрін біліп жүрді. Анасын қолдады. Әкесіне ол да түр білдірмей, тіс жармай жүрді. Әкесінің опасыздығын біліп, сезіп көріп те жүр. 3 айдан соң кілтті алды. Гүлімнің қуанышы қойнына сыймай, ұлы екеуі пәтерді көріп қайтты.
Бала бақшада қосымша балаларды мектепке дайындау арқылы қосымша оқытып ақша тауып жүрген болатын. Өз айлығын, қомсызша табысын түгел жинап жүрген еді. Жалғас тек гүлім мазаламаса болды дегендей, пәтердің коммуналды қызметіне, күнделікті тамаққа ақшаны аямады. Баласына да уақыт бөлуді қойып, тек қайта-қайта ақша беріп тұратын. Ал гүлім осы жағдайды пайдаланып, ақшасын жинап отырды. Кілтті алған соң, жинаған ақшасына жиһазды, тұрмыстық техниканы жаңа алып орнатып алды. Ұлы екеуі үйге келіп тойлау үшін дастархан жайды. Дастарханды жайнатып, тілек айтып, мәз-мейрам болып отырғанда уақытты байқамай қалыпты. Түнгі 2 болыпты, бір кезде Жалғас келді. Жалғас дастарханды көріп, туған күндерді ұмытып кеттім бе деп ойлады. Анасы мен ұлы да сасып қалды. Себебі олар Жалғастың үйге қонбайтынына үйреніп қалған еді. Содан Жалғас қолын жуып дастарханға жайғасты. Не тойлап отырмыз? Деп күлді. Абайдың алғашқы ұлттық бірыңғай тесттен жоғары бал алғанын тойлап отырмыз дей салды гүлім. Абайды анасын қолдап, басын изеді. Содан үшеуі мәз-мейрам болып, тағы 2 сағаттай отырды. Жалғас бұл көрініске қарап, өзіне риза болды. Үлгілі әйелі, ақылды баласы бар. Жұмысы да жақсы. Астында көлігі, үстінде үйі. Сұлу көңілдесі де бар. Нағыз өмірі келіскенмен шығармын деп ойлады Жалғас. Алайда ол әйелі мен ұлының жоспарларынан және бұл отырыс олардың өміріндегі соңғы отырыс екенінен бейхабар еді. Келесі күні Жалғас әдеттегідей жұмысты сылтаулатып үйге қонбай қалды. Гүлім ұлы Абай екеуі асықпай, толықтай заттарын жинап көшіп алды. Ең соңғы сөмкесін алып, Гүлім Жалғасқа хат қалдырды. Хатта ол Жалғастың ұялы телефонының құпия сөзін білетінін, және бұрыннан бері оның көлденең жүрістері, хабарламалары, аударымдары туралы толық білетінін жазды. Жалғас келесі күні үйге келсе, үйдің іші тып-тыныш. Бастапқыда Жалғас Гүлім жұмыста кешігіп жатқан болар, ал Абай достарымен қыдырып кеткен болар деп ойлады. Алайда бөлмеге кіріп, Гүлімнің киімдерінің жоқ екенін байқады. Бірден ұлының бөлмесіне барды. Оның да ешбір заты болмады. Хатты оқып, бәрін түсінді. Гүлімге звондап еді, тұтқаны көтермеді. Бірден Абайға хабарласты. Абай анасымен кетіп қалғанын айтты. Анасының мекен-жайын бере алмайтынын да айтты. Содан Жалғас Кәмшатқа барды. Кәмшаттың жүрегі қуаныштан жарылып кете жаздады. Содан екеуі құтты бір балайында жүргендей күн кешті. Жалғас Кәмшаттың үйінде тұрақтап қалды. Кәмшатты дегеніне жеткеніне мәз. Кәмшат бала кезінен үй шаруашылығымен айналысқанда, тамақ әзірлегенді ұнатпайтын. Сол себепті Жалғаспен тұрып жатқанда да тамақты тапсырыспен алдырып, үй жинайтындарды шақырып, киімдерді жуып, түктеп беретін жерге тапсырып жүрді. Бұл Жалғасқа ұнамай бастады. Себебі бұл шығындар Жалғастың қалтасынан кетіп жатыр еді. Оған қоса қыдырулары бар, қымбат сыйлықтары бар. Содан қаражаты ортайып, Кәмшатқа үйден тамақ жасап, кір жуғыш машинаны қолданып, үйді бірге жинауды ұсынды. Кәмшат басында келіскендей болды, алайда оның шыдамы тек бір аптаға ғана жетті. Үйдің шашылып жатқандығы, киімді сағаттап тұрып үтіктеу, ас үйдегі үйілген қоқыс, әр жерде шашылған кір-шұлықтар Кәмшаттың жүйкесіне әбден тиді. Содан бір күні Жалғас жұмыстан келгенде айқай шығарып, Жалғасты үйден қуып шықты. Мен саған аспаз, үй жинаушы және күтуші болу үшін қосылған жоқпын. Солардың бәріне төлей алатын қаражат тапқан кезде ғана келерсің деп есікті тарс алдынан жапты. Жалғас Кәмшаттың Гүлім сияқты еместігін бұрыннан білетін. Алайда соңы бұлай болатынын сезбеді. Содан өзінің үйіне қайтып барды. Пәтер қаңырап тұр. Жаз мезгілі болса да суық, бір түрлі қаңырап тұр. Содан азанда баласымен хабарласып кездесуге шақырды. Әдеттегідей дәмханада кездесіп сөйлесті. Жалғас баласымен ашық сөйлесті. Барлығы үшін кешірім сұрап, анасымен жолықтыруын өтінді. Кәмшат дастархан жайып, әдемі көйлегін киді. Себебі бүгін Абай өмірінде бірінші рет кездесіп жүрген қызын үйге кешкі асқа алып келетінін айтқан болатын. Болашақ келінін күтуге Гүлім қатты қобалжыды. Бәрін дайындап дастарханды жайнатып қойды. Өзі де сұлу болып киініп боянып алған еді. Бір кезде есіктің қоңырауы басылды. Гүлім баласымен болашақ келін екен деп сұрамастан ашып қалды.
Қарсы алдында Жалғас тұр. Қолында гүлі және сыйлығы. Гүлім бозарып кетті. Гүлім Жалғасты күтпеген еді. Бір кезде артынан ұлы мен болашақ келінді көтеріліп келе жатты. Гүлім есін жинап барлығын күле қарсы алды. Гүлім болашақ келіннің көзінше түр бермеді. Жалғасқа тиіспеді, абыройына нұқсан келтірмеді. Төртеуі әңгіме дүкен құрып, мәз мейрам болып кешті өткізді. Абай қызын шығарып саламын деп кетіп қалды. Жалғас пен Гүлім оңаша қалды. Жалғас Гүлімге сыйлығын ұсынды, ашып қараса, күйеуге шықшы деген ұсыныс жасарда жігіттің қызға ұсынатын сақинасы екен. Жалғас Гүлім қорпада ашқан бойда, Гүлім, маған тұрмысқа шықшы. Кешірші мені. Менің қатемді кешірші. Мен оңбай қателестім. Мен сені және бақытты отбасымызды бағаламадым. Кешір мені деп тізерлеп тұрып алды. Гүлім қанша жерден кешіргісі келсе де, жүрегінде бір мұз иірмей тұрды. Сол себепті ойланам деп қысқа қайырды. Содан Гүлім Жалғасты шығарып салды. Алдайда Жалғас алған бетінен қайтпай, күнде Гүлімге неше түрлі сыйлықтар жіберіп, жұмысынан күтіп алып, төртеуі киноға барып, Гүлімнің жүрегін жаулауға тырысты. Бір күні кешкі астан соң Гүлім Жалғасқа үйде қонуды ұсынды. Осылайша әрі қарай олар бірге тұрып кетті.